Қара қазанның қайыры. Қазір өмірде бар жеңгемнің әңгімесі. Қайным, өткен кезден әңгіме айтайын. Біз де төркінде жүргенде анамыздың тәрбиесін алдық. Әкеміздің қабағын бағып өстік. Біз де үйге келген талай қонақты күттік. Қонақ шақырамыз деп дайындалдық. Айтайын деген әңгімем алғаш келін боп түскен кездегі болған оқиға еді. Ағаңа тұрмысқа шыққан кез. Отбасы көп жанды кісілер екен. Атамыздың әкесі жасы 90-нан асқан үлкен атамыз, атам, екі енеміз, қайнағалар мен абысындар, балалары және бойдақ қайныларымыз бар. Екі енеміздің үйі қатар қонған. Той өтті. Тойдан кейін де қонақ үзілмеді. Күніне 2-3 түркін қонақ келеді. Асханадағы етке толы қара қазан тыным таппай қайнап тұрады. Бірін түсіріп жатып, екінші қонақтың сыбағасын қазанға салып жатамыз. Ол кезде келіндердің жұмысы қиын еді. Газ, свет жоқ. Шайға суды самаурында қайнатып, тамақты ошаққа от жағып, нанды табаға салып, шоққа көміп пісіреміз. Біздің үйде қонақсыз болған жоқ. Бірақ мен келін боп түскен бұл үйдің қонағы тым көп екен. Атамыз елге сыйлы, абыройлы кісі екен. Ауылда жақсы қызметтер атқарған, ескіден әңгімелер білетін, шежіреші, көптеген хабары бар, белгілі кісілермен қарым-қатынасы жақсы кісі екен. Аталарымызға сәлем беріп, енді біреулері ақыл-кеңес сұрап келіп жатады. Екі енеміздің үйі қатар қонған. Екі үйдің отбасы мүшелері бір үйден тамақтанамыз. Және атамның да әкесі жасы 90-нан асқан үлкен атамыз бар. Ол кісіге де сәлем беруге көптеген кісілер келеді. Және ел тойдан астан тағы басқа үлкен атамызға арнап шапан сыбағасы деп жасаулы табақпен ет әкеліп батасын алып жатады. Атам тамақты қонақсыз отырып жемейді. Кейде қонақ болмай қалса, көрші кісілерді шақырып, әңгімелесіп отырып тамақтанғанды жақсы көреді. Сонымен тойдан кейін 6 айдай уақыт өткен кез. Таңертеңгілік шайда отырғанымызда қарасам, қонақ жоқ. Тек осы отбасымызбен отыр екенбіз. Не шайтарын түрткенін білмеймін. Шай құйып отырып, бүгін үйде тек өзіміз ғана екен. Бұл үйге қонақ көп келеді екен дедім. Сол кезде дастархан басы жым-жырт болды. Бірдемені бүлдіргенімді сезіп, жай ғана жан-жағыма қарадым. Атам жөткерініп қалды. Енелерім төмен қарап, ернін тістеп отыр екен. Жанымда отырған күйеуімнің реңі бұзылып кетіпті. Бұрынғыдай шай ұзақ ішілмеді. Атам да, енелерім де, қайныларым да дастархан басынан бата жасап, тез-тез тұрып кетті. Дастарханды жинап үй тазалап жүредім. Күйеуім үйге қайта келіп қабағын түйіп, қорадағы бота босанып кетіпті. Барып байла деді. Таңертең түйелерді сауып болған соң боталарды мықтап байлаған сияқты едім. Қалай босанып кеткен деген оймен қораға кірдім. Қарасам боталар түгел байлаулы тұр. Сол кезде арқама қамшы қатты сарт ете қалды. Сөздің шынын айтайын, еңсемді көтертпей денеме зіл тартып жүрген бір ауыр нәрсе ұшып, бойым жеңіл тартып қалғандай болды. Жауырыныма қамшы тиген соң, артыма қарасам, қолында қамшысы, күйеуім тұр екен. Жүзі суық. Үйге келген қонақты қаламай, әңгіме етуіңнің алды да, арты да осы болсын. Үйдің қазанының қайырын байлайын деп жүрсің бе деп, бұрылып қорадан шығып кетті. Сол кезде барып ойландым. Бұрын үлкендерден естігенім бар еді. Құт-береке үйдің қазанында болады дегенде, Алла бұл үйдің неспесін қазанына бергенін, қайыры қара қазанында екенін. Міне сол күннен бері 40 жылдан асты. Оттан қара қазанды түсірмей, күндіз де түн де келген қонақтың сыбағасын алып, тапқанымызды дастарханға қойып, жадыраған жүзбен тамақ беріп, сый құрметін жасап, ақ батасын алып өмір сүріп келеміз. Үйімізге әкім де, бастық да, бай да, қарапайым шаруа кісілер де келіп қонақ болды. Бөліп жарып алалағанымыз жоқ. Барымызды дастарханға қойып, шамамыз келгенше сыбағаларын беріп күттік. Аллаға шүкір. Ата-енелерімізді ренжітпей сыйлап, құрметтеп жағдайын жасадық. Жас келіп қайтқан екі атамызды, екі енемізді арулап шығарып салдық. Қайныларымызды үйлендірдік. Отбасымыз аман, балаларымыз өсіп жетілді. Түгел аяқтанды.
Бүгін балалардың рахатын көріп, немере сүйіп, бақытты өмір сүріп жатырмыз. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Бұл әңгімені тыңдап болған соң, осы отбасы туралы аталарымыздың, әкемнің айтқан сөзі есіме түсті. Бұл әулетті біздің руымыз үлкен ауыл деп атайды. Бұл әулет Пұсырман атамның ең кенжесінің ұрпақтары. Құттары бақ қонған Пұсырман атамның қара шаңырағы мен қара қазаны ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, осы әулетте сақталып келеді. Бұл әулетке несібені Алла қазанына берген. Жаратқан пендесіне жаратушы ем, бақ пен абыройды, ырзық несібені, тағы басқа қайырымды жақсы бір іс-әрекетіне қарай, біреудің тіліне, біреудің жылы қабағына, біреудің дастарханына, біреудің қара қазанына, біреудің қиналған жанға берген көмегі мен қайыр садақасына, тағы басқасына береді екен. Алла қазақтың ырзық несібесінен айырмасын, қара қазанының қайырын байламасын.